Қара шегірткенің пайда болуы. Перғауын өзін мен құдаймын деп жариялайды. Ел жұртты өзіне сәжде жасауға бұйырды. Әміріне көнбеген момындарды азапқа салып қинайды. Өзін адамдық қасиеттерден ада тәңір ретінде көрсеткісі келді. Елге көрсетіп тамақ жемеді. Жұрттың көзінше түзге отырмады. Бір күні жорықта қарны ашып нан жеп отырғанда қасына нөкерлері жетіп келді. Перғауын дереу нанды жұдырығына жұмып қалып, «Я Алла, мен елге өзімді құдаймын деп жариялап қойдым. Абыройымды төгіп масқара етпе, нанды жоқ қыл», деп жалбарынды. Құдай тілегін қабыл алды. Перғауын алақанын ашып қалғанда қара шегіртке ыршып түсті. Жерге түскен бетте толассыз шырылдап жұрттың мазасын алады. Қара шегіртке перғауынның тілегімен жаралғандықтан Алла тағала оған ырзық несібе жазбапты. Сондықтан ол нәр татпай үйдің іргесінде шырылдап қана жата береді екен.